Қайырлы күн балалар. Бүгін бізде сабағымыз Pygame бойынша жалғасады, ойын кейіпкерлерін таңдау. Біз алдыңғы сабақта Pygame терезесіне суретті кірістіруді үйрендік. Суреттің фонын жасау, яғни терезенің фонын жасауды үйрендік, және сол фонға тағы да екінші бір сурет кірістіруді үйрендік. Бүгін сол суреттерді кейіпкер ретінде қарастырып, олардың терезеде орналасу аймағын қоюды үйренеміз. Одан кейін өлшемдерін өзгертуді үйренеміз қойылған кейіпкерлердің, және де Pygame Window терезесінің тақырыбын беруді үйренетін боламыз. Ал бізде Pygame'де кейіпкерлерді біз неліктен имейдж, яғни дайын суреттерді қоюды жөн көреміз. Өйткені Pygame'де сендер білесіңдер, Circle, Line, Rectangle сияқты Pygame Draw модульдерінің арқасында көптеген суреттерді салу арқылы біз өзіміз кейіпкерлерді жасай аламыз. Бірақ көбінде біз дайын суреттерді қоюды жөн санаймыз. Өйткені олар өте Pygame'де салынған суреттерден әдемі болады, түсінікті болады. Сендер өздерің интернеттен дайын суретті де аласыңдар. Сонымен қатар графикалық редакторларда өздерің қалағандарынша суретті де салып аласыңдар. Ал енді осы суретті біз қалай кірістіру керек екен алдыңғы сабақта үйренген болатынбыз. Кейіпкерлерді біз кірістіреміз, қазір кодын көрсетемін, жауабын аламыз. Кейіпкерлерді сонымен қатар спрайт деп те атайды. Естеріңізде жақсылап сақтап алыңыздар. Спрайт экранда жылжытуға болатын, басқа графикалық нысандармен өзара әрекеттесетін графикалық нысан. Басқаша айтқанда спрайтты ойынның кейіпкері деп атауға да болады. Спрайт деген кезде кейіпкер, кейіпкер деген кезде спрайт естеріңізде түсетін болуы керек. Ал енді мына кодты жүзеге асырып көрейік. Pygame Python бағдарламасында кодты жаздық. Бірінші не істейміз? Міндетті түрде import Pygame, импорттаймыз Pygame кітапханасын. Одан кейін инициализация жасаймыз Pygame init командасы арқылы. Одан кейін screen, яғни біз screen Pygame display set mode, бұл бізде Pygame терезесінің өлшемін береміз, яғни терезені жасаймыз. Өлшемі қандай? 640-та 480 деген өлшем. Одан кейін экранда ақ түске бояймыз RGB арқылы, screen fill функциясы арқылы. Функциялардың аттарын жатқа білу керекпіз. Одан кейін Pygame image load. Алдыңғы сабақта бұл функциямен таныстық. Бұл суретті жүктейтін функция болып табылады. Ал жақшаның ішінде бұл суреттің атауы жазылған. Сурет міне менде компьютерімде бар ол сурет. Car. Мынау программам қай жерде орналасқан, дәл соның жанына орналастырамын суретімді. Байқаған болсаңыздар. Car суреті расширениясы PNG кеңейтілімі жазылады міндетті түрде. Оған авто деген, функцияға авто деген атты бердім. Білеміз, функцияға басқа да аттарды беруге болады, функцияның атын өзгертуге болады. Бірақ біз осы функциямен жұмыс жасап жатқан кезде осы атты ғана пайдалану керекпіз. Мысалы, авто мына жерде пайдаландым ба, сол суретті мен тағы да ары қарай өзгертіп сонымен жұмыс жасау үшін авто дегенді мен енгізу керекпін. Сонда программа түсінеді біз команданы қайсы суретке беріп жатқанымызды. Суретімізді жүктедік. Одан кейін screen bleed командасы бізде қандай әрекет орындайтын еді? Мынау берілген нүктеде, координаталық нүктені білесіңдер, сол координаталық нүктеде x, y нүктелерінің қиылысқан жерінен бастап жүктеген суретімізді терезеге орналастырады болады. Міне, осыны біз жүзеге асырып көрейік. Міне, суретіміз шықты. Байқаған болсаңдар, кішкене суретіміз төменге қарай орналасып қалыпты. Оны өзгерту үшін біз не істейміз?
Оны өзгерту үшін біз screen bleed, яғни орналастыру нүктесін кішкене жылжытамыз. Так. Түсті қойып көрейік. Міне көтерілді, Y осі бойынша біз бұны осылай жылжыта алады екенбіз. Одан ары қарай балалар, біз бұл суретімізді тағы бірнеше рет қоюымызға да болады. Терезеде бірнеше рет көрініп тұруына да болады. Одан кейін тағы да танытатын функциямыз бұл. Pygame window терезесіне тақырып беру. Ол үшін біз Pygame display set caption функциясын қолданамыз. Оны біз терезені жасау функциясынан кейін орналастырамыз. Тақырыпты мен жарыс деп алдым. Қане, жүзеге асырып көрейік. Міне, Pygame window терезесінің тақырыбы жарыс деген сөзге ауысты. Демек, сендер мына функцияны қолдану арқылы, Pygame display set caption функциясын қолдану арқылы мына жерге өздерін қалаған атауды беріп, терезе тақырыбын жасай аламыз. Келесі, біз суреттің өлшемін өзгерте аламыз. Мына код арқылы, біз бірінші жазған код арқылы, бұл сурет қандай өлшемде бар, сол өлшемде бізге тереземізге шығарады. Ал оның өлшемін өзгерту үшін мына функцияны қоямыз. Transform, авто функциямыздың аты, Pygame transform scale функциясын қоямыз. Және оның өлшемін жақшаның ішінде жазамыз. Жүзеге асырып көрейік. Міне, суретіміз кішірейді бастапқыдан. Осылай біз суретті өзгерте алады екенбіз. Мысалы, менде қазір маған суреттің өлшемі ұнап тұрған жоқ, кішкене оның Y осі бойынша енін үлкейткім келеді. 160-та 120 дейін. Суреттерін әдемі көрінуіне де назар аударуымыз керек. Міне, енді суретіміз толыққанды машинаға ұқсады. Одан ары қарай машинамыз бізде терезеде бір-ақ рет көрініп тұр. Мысалы, мен қазір машина жарысының терезесін жасағым келеді, сондықтан мен бірнеше машинаның суретін бірнеше рет қоюға болады. Ол үшін мен screen bleed, яғни орналастыру функциясын, суретті орналастыру функциясын бірнеше рет қою керекпін. Неше рет бізге шығу керек, неше машина керек, қайталану керек. Сонша рет қоямыз. 1, 2, мен 4 рет қойғым келеді. 1, 2, 3, 4 машина шығады. Бірақ бұл жерде мына бірдей координаталық нүктелерде қойсақ, ол міндетті түрде өздерің білесіңдер, бір терезеде бір жерде орналасып, бір-бірінің үстіне орналасып кетеді. Бұл X осі бойынша барлығы бір қатарда орналасын деймін, сол үшін X осіне мен тиіспеймін. Мына жердегі Y осін өзгертетін боламын, бастапқы 30 тұрсын. Одан кейін суреттің өлшеміне қарап біз өзгертулер енгіземіз. Қазір қойып көрейік. 130, мысалы, келесіміз бізде 130 болсын. Одан кейіміз 230-да орналасын. Y осі бойынша. Кейінгісі 330-да. Компиляцияға жіберіп көрейік. Міне, 4-те бір қатарда X осі бойынша, Y осі бойынша әр қатарда орналасқан. Осылайша біз тереземізді жасадық. Кейіпкерімізді, яғни спрайтты тереземізге енгізді. Ал балалар, біз
кодымызды жасадық, жүзеге асырдық, программамызды, нәтижемізді алдық. Ал енді функцияларымызбен жақсылап танысып, есте сақтауға көшейік. Ойын алаңына кейіпкерлерді қосу функциялары. Бұнда Pygame DisplaySet Mode функциясы бұрыннан білеміз, ол Pygame терезесін жасаудың командасы, ал жақшаның ішінде оның параметрі, өлшемі беріледі. Яғни терезенің өлшемі. Келесі Pygame Image Load функциясы. Бұл функция арқылы біз суретті терезеге жүктейміз. Ал car PNG тырнақшаға алынады міндетті түрде, бұл суреттің атауы беріледі. Келесінде суретті орналастыру функциясы Screen Bleed. Бұл функцияны да жақсылап жаттап алу керек. Бұл қай жерге орналастырады? Міне, координаталарды береміз параметрде. Осы берілген координаталар бойынша бізде орналастырады. Мысалы, бұны былай көрсетейін. Мұны сендер координаталық жүйені білесіңдер. X, Y-ге, X өсінде 50 деген, мысалы, мына бір жер болсын, Y өсінде де 50 деген мына бір жер болсын. Қиылысқан нүкте мына жер, сонда біз жаңағы жүктелген суретіміз, спрайтымыз мына жерге, осы екеуінің қиылысқан жеріне Screen Bleed функциясы арқылы орналасады. Одан келесі терезе тақырыбын қою функциясы. Жарыс бұл терезе тақырыбының аты, біз тырнақшаға алып, жақшаның ішінде бұны береміз, ал функцияның өзі Pygame DisplaySet Caption функциясы. Одан келесі спрайттың өлшемін өзгерту функциясы. Яғни біз жаңа айттық, біздегі жүктелген суреттер бастапқы өзінің өлшемі қандай, дәл сол өлшемде тереземізге орналасады. Ал оның өлшемін өзімізге керегінше өзгерту үшін Pygame Transform Scale функциясын қолданамыз. Және оның ішіне спрайттың ұзындығы мен 160 ұзындығы енін береміз, 80 ені. Яғни бізде 160-та 80 суретіміз осындай өлшемге ие болып өзгереді. Функциялардың барлығы түсінікті болса, онда үй жұмысына көшейік. Үй тапсырмасы келесі сабаққа дейін орындауға беріледі. Төменде берілген параметрлер бойынша ойын алаңына кейіпкерлер қосудың толық программалық кодын жазыңыз. Олар мына жерде параметрлерді қалай өзгерту керек екені берілген. Мұнда негізгі сендерге үлгі ретіндегі программалық код берілген. Дәл мына кодты пайдаланып, тек қана параметрлерін өзгертіп, үй тапсырмасын орындап, маған жіберіңіздер. Келесі аптаға дейін күтемін. Сау болыңыздар.